Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы адамдардың шаруашылық өміріндегі өзгерістері туралы. Сабағымыздың мақсаты ежелгі адамдардың кәсіптерін сипаттау. Алғашқы адамдар қарапайым еңбек құралдарын пайдалануды үйренген соң, табиғатқа тәуелділігі азая бастады. Әуелде олар баспана жасауды, тамақ пісіруді білмеді. Жаңбыр мен жабайы аңдардан қашып үңгірлерді паналады. Жер бетінде ағаш, бұта басында өсіп тұрған әртүрлі жеміс-жидектерді терді. Жеуге жарамды тамырларды қазып алды және құстардың жұмыртқаларын жинап қория кетті. Мұндай кәсіп терімшілік деп атады. Бірлесіп тамақ табу мен жабайы жануарлардан қорғану үшін топтанып жүрді. Ертедегі адамдардың мұндай ұжымы адамдар тобыры деп аталды. Алғашқы қауымдағы адамдардың келесі кәсібі аң аулау болды. Олар негізінен мамонттарды, бизондарды, маралдар мен жабайы жылқыларды, үңгір аюларын аулады. Аңдарды үркітіп, жарға қарай қуатын. Үркітетін аңдар адамдардан қорқып, терең жарға құлады. Ежелгі адамдардың, яғни алғашқы кәсіптері, олар тас шапқымен өсімдік тамырын қазу, тас шапқымен аң сою болды. Аңшылықтың терімшіліктен ерекшелігін айтатын болсақ, ол барлық маусымда жүзеге асырылатын, әрі адамның көбірек азық табуына мүмкіндік берді. Аңшылар аң үйіріне жақын келіп, күтпеген жерден қоршап алатын болды. Ашық орындарда аңшылықтың ежелгі түрі дала шөптері мен орманның бір бөлігін өртеу тәсілі қолданылды. Отқа күйіп өлген жануарлар мен құстардың, ірі жәндіктердің қалдықтарын жинап, тамақ ретінде пайдаланған. Аңшылық кәсібі бұл түс жануарларын аулау. Қазіргі Қазақстан жерінде адамдар аңшылықпен ежелгі палеолит дәуірінен айналысқан. Мысалы, Үшбұлақ қойнауында Мустье дәуірінде өмір сүрген аңшылардың шағын топтарының қысқа мерзімде тұрақтарын ізі сақталған. Үшбұлақ қойнауы бұл Қаратау қаласының солтүстік батыс жағында 36 километрдей жерде орналасқан. Ондай тұрақтар суатқа келетін аңдарды, яғни бизон, бұғы, киік, жылқы аңдуға қолайлы бұлақ түбінде салынған. Соңғы палеолит дәуірінде ірі жануарларды аулау адам қорегінің басты негізі болды. Мысалы, адамдар Жайық өзенінің бойына мамонттар мен жүндес мүйіз тұмсықтарды аулап, олардың сүйектерінен әртүрлі кескіштер, қырғыштар, найзалар мен сүңгілердің ұштары, шанышқылар, лақтырылатын найзалар, сүйек инелер, біздер жасаған. Сонымен қатар ежелгі адамдар аң терісінен киім тігуге үйрене бастады. Аң аулау дәстүрлері мен тәжірибелері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, аң аулау шаруашылығы дами түсті. Аңшылық мақсатына қарай кәсіптік, спорттық әуесқойлық және ғылыми болып бөліне бастады. Соның ішінде кәсіптік аңшылықтың мақсаты аңдар мен құстардан ет, тері, мамық, қауырсын, мүйіз, тағы басқаларды өнімдерін алу. Халық саны көбейіп, аңшылық жерлердің жетіспеуіне байланысты ежелгі адамдардың бір бөлігі мезолит дәуірінде солтүстік аймақтарда мекендей бастады. Олар Есіл, Тобыл, Торғай және Жайық өзендерінің бойын қоныстанды. Тамақ табудың басты көзі балық аулаумен айналысты. Еріген мұздықтар өзен көлдерінің деңгейін көтере бастады. Соның нәтижесінде адамдар қайық, ау, сүйектен жасалған сүңгіні ойлап тапты. Енді оқушылар, келесі осы сабақты бекіту мақсатында тапсырмаға көшейік. Сіздерге сурет берілген. Суреттерде көрсетілген адамдардың шаруашылықтарының ең маңыздылығы, айырмашылығы неде деп ойлайсыздар? Яғни сіздер айырмашылықтарды табасыңдар. Жақсы балалар. Келесі бекіту сұрақтары, яғни тарихи сынақ сұрақтар. Мезолит дәуірінің хронологиясы біздің заманымыздан бұрынғы 10-8 мыңжылдықтар. Мезолит заманының үлкен жаңалығы микролиттер. Садақ пен жебенің жасалуы палеолит.
ертіс, есіл, тобыл өздеріндерінің жағалауларын мекендеген мезолиттік аңшылар. Мезолит аманынан қауым мүшелерінің құқықтары болды. Қауым үш топқа бөлінді: қариялар, ересектер және балалар. Палеолит дәуірінде бағыштау ғұрыптары жүзеге асты. Мезолит дәуірінің ерекшеліктері: жануарлар қолға үйретілді. Мезолит кезеңіндегі адамдардың негізгі кәсібінің бірі аңшылық. Біздің заманымыздан бұрынғы 12-5 мың жыл мезолит дәуірінің хронологиясы. Яғни осы тарихи сынақта сұрақтарға иә немесе жоқ деп жауап бересіздер. Жақсы балалар. Осымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.